Жахил деген ол не? Ол бөлек жахил деген. Кітаптың бетінде. Ол қалай ерекшелігі, артықшылығы или там айырмашылығы? Жахил ол діннен дым хабары жоқ. Ла иляха иллаллахтың да мағынасын білмейді. Өзі мұсылмансың айтты, я мұсылманмын ғой деп жүре береді, бірақ ол болды. Жахил ол. Ал Ауан да сол ғой. жоқ, ауам деген ол ондай емес. Ауам деген ла иляха иллаллах Мұхаммад расулуллах, Аллахтан басқа құл соққы лайық тәңір жоқ десең, оны ізденеді шамалап болса. Неге тәңір жоқ осылай? Bir сөзді айтсаң, намазды айтсаң, оны ізденеді. Істемесе де оны. Қай медреседе оқыдың? Қай медреседе оқыдың? Сарыағаштағы ма? Екі медреседе оқыдым, айтпаймын. Айтпай ақ қой. Не? В общем, құрайшиттер басқарса қарсы емеспін дейсің. Шариғатты жақсы білетін халиф басқарам десе, қарсы емеспін ешқандай. Ол маңызды емес. Мысалға, атеистер басқарды ғой, Колбинің мысалға, Сталиннің, олар атеистер ғой. Қазір мен дін туралы айтқанын оқып берейін. Кімнің? Шахановтың. Оқып бер. Енді оны сен де өтірік деп айтасың. Ол бір өтірікті айтқан екен. Сенің патшалығым еді. Жоқ, ол емес. Мұхтар Шаханов. Діннің абыройын құлдыратып біттіңдер дейді. Кімге не айтып отыр? О, Нұржай қалғыз. Девент отыр. Так, тұмшалан қара киінетіндерге жаны қас дейді. Біздің жұмыс орнымыз бас мешіттің маңында орналасқан. Түскі шайға отырған кезімізде азан шақырылады, күнде солай. Кейде емес, Құдайдың құтты күні десе де болады. Шахановқа сәлем бере келгендерде бізбен бірге шайланады. Азан дауысы басылған кезде Мұхаң соларға қарата, мына Ярқұдидің деген дін көсемдерінің бірі Шілби дейді. Мен айтылар әңгіме нобайын іштей сезіп отырмын. Қонақтар болса Ярқұдидің кім, Шілбидің кім екенін онша қаға бермейді. Мұхан көңілі қош кезде менің есіммен соңғы буынын алға шығарып, осылай Ярқұди деп атайды дейді. Так, дінді бетімен жіберді. Қазір осы Ярқұдилер дінді бетімен жіберді деп маған тиіседі. Сосын бұлар тамаша бір хадис тауып алған, әдіс тауып алған. Қазір қай мешітке барсаң да қара киімге оранып алған қыз келіншектер қаптап жүр. Тіпті беттеріне дейін тұмшалап алған. Солар діндармын деп жүргендердің бәрі әмпей-жәмпей болады. Сосын осы жерге келгенде менен не дейтін едіңдер деп сұрайды. Мен талақ деймін. Я, талақ деп 3 рет айтады да тайып тұрады дейді. Одан кейін бұл не сұмдық? Дінді осынша қорлауға бола ма деп бүкіл діндарларды біраз жерге апарып тастайды. Соны мына Ярқұдиға Шілби ретінде тоқтатыңдар десем, өзінің сол қара киімділерге байланысты бар ма, қайдам әйтеуір аттап баспайды дейді. Болмаса сол қара киімділер мешітке топырлап кіріп бара жатқанын күнде көрем деп әңгімесін одан әрі тұздықтай түседі. Содан кейін намаз оқитын адамды тапқан екенсің дейді Мұхаң. Оларды сол жерде бөліп алып кетеді деп Мұхаң жеңістік бермейді. Прикинь, бір автордың жаңағы баяндап сипаттап отырғаны ғой. Шаханов айтып отыр дейді, ана мешітке намаз оқуға барат деген бетін тұмшалап алған әйелдерді намаз оқуға барат деп отырсың ба, қуасың ба деп, оларды бөліп алып кетеді дейді. Қайда алып кететінін оқиық. Солардың қайда кететінін білу үшін екеуміз қара киімге оранып барайық та деп қоям. Барсақ барайық, мына ұзыны дұрыс екен деп сені бірден қағып кетеді дейді Мұхаң. Сіз қай жерде де өтімдісіз ғой деп қоямын мен дейді. Әңгіменің ауанын түсініп атсыздар ма? Ахи, қалайсың? Вестлайн. Ахи. Шүкір Алла. Тұра тұршы, Девиант. Әңгіменің ауанын түсініп атсыздар ма? Түсініп отырмын. Не түсіндің? Алып кете берсін, не істейтін? Молда алып кете ме оларды, қара киінгендерді? Кім алып кетсе де, не істейсіңдер оны? Не ваше дело дейсің ғой? Біріншіден ол өсек қой. Чо хотим, то и делаем дейсің ғой. Жігітпен қол ұстасып жүреміз.
ба, қара киінген қыздарды алып кетеміз ба, өзіміз білеміз дейсің ғой. Бүйтеді. Содан қара киімділер туралы әңгімеге қонақтарды араласады. Сондайда өз көзіммен көрдім деп басталатын кей әңгімелерге жаның түршігеді. Мұхаңда бекер байбалам салып жүрген жоқ. Нақтылы ақпар берушілер бар. Кешегі күн шай үстінде осындай әңгіме тағы да өрістеді. Сонда мен осы біздің ғимараттан да халал су деген сауна ашылыпты. Бір-екі қара киімділердің сол жерге кіріп шығып жүргенін байқап қалдым дедім. Жеңіл жүрістілердің қоршауында қалдық десейші деді Мұхаң. Жоқ, ол жер халал дедім мен. Мұхаң маған жынды адам көргенде ежірейе қарады. Ендеше сол жерге барып буланып қайтайық. Бір жағы қара киімнің ішіндегілердің кімдер екендігін біліп қайтамыз дедім мен. Мұхаң өзің бара бер. Оранғандарға сенің көзің үйреніп қалған ғой деді, маған күле қарады. Қалдырып кеттің деп қапа болып жүрмесеңіз болды ғой деп қойдым мен дейді. Менікі әзіл, ал Мұхаңдікі шын. Әзірше шай үстінде әңгіме айтып жүр. Бір күні бұл мәселені дауылдата көтерері күмәнсіз. Күнде мешіт қасынан өтем, қара киімділер көрінбес пе екен деп ауылға ішіне мойын соза қараймын. Бөліске түсіп жатқанын көрсем, артынан бармақ ойым бар. Жай тексеріп көрмек үшін дейді. Енді тексермеймін, бармаймын, доқы жетпеген бәне. Өзін айтсайшы, маған неғып айтасың? Ондайлар көп қорсын. Мысалға, ертең шариғат елі болса да хиджаб киіп алып ойнас жасай беретіндер бар ғой, тоқтатпайды мысалға. Шариғат болмай істеп жатыр ғой уже. Наша сатып жүргендер де бар, мысалы еркек киімді киіп алып, атырауда ұсталған жоқ па, үш еркек қара киініп алып. Жетеді ғой. Сақал өсір алып та істей бересің. Төй, мынаны оқып берейін деп еді ме? Мұхтар Шаханов, короче, өлең жазған ғой. Дін жоқ дегендерге депші. Құдай жоқ дегендерге қарсышы. Соны таппай отырғанды қараш. Біреуіңіз білсеңіздер, жіберіңіздерші. Бір ағылшын бар дейді. Бір ағылшын Құдайдың бар екеніне сөйтіп көніпті деп, ана Жакив Кустоны ма біреуді айтады общем. Бәрі өзіміз сияқты адамдар ғой. Ақын болсын, журналист болсын, атақты спортшы болсын. Қалай табамыз енді? Пайғамбар болсын деймін. Мұтлайын қалай шығды? Көрінбейсің ғой, келмейсің ғой. Шүкір Алла. Қарбызбен айналысып отыр едім, қарбыз келіп отыр, сезон ұрып тастайтын нем бар еді, жұмыстан бөлек. Фурамен. Сол қол тимей кетті. Кешегі бітті соңғысы. Россия жұтып жатыр ғой фурамен. Біздерге ауыспай жатыр батысқа қарай. Арбуз дейсің ғой. Арбуз. Не, қазір батыста Иранның товарлары, контрабандный Иранның товарлары көбейіп кетті дейді, рас па? Кірсе Ақтауға кіреді бір жыл. Ақтауда не шекарашылар бар ғой, қарайды өздер. Сен не істеп жатсың, Девант? Жатырмын үйде сол. Арбуз керек па дейді. Қаншадан бересің ерсек? 35-тен берсең алам. 2 фур алам 35-тен берсең. Килограмма ма? Килограмм. 35 деген что-то тым арзан емес па?
Бізде де түсіп кетіп жатыр қазір жүрсең бәрі Россияға кетіп қалып жатыр. Қазақстанның қарбыздар, оңтүстіктің қарбыздары. Бізді менсінбей жатыр. 250-300-ден алып тұр дейді ғой Россия. Поляда ондай баға жоқ қақпас дейді. Я сол жоқ болғасын айтып тұрған жоқпын. Соңғы рет 45-тен алдым. Тағы 10 теңге түсір болсаң нормально ғой тоннадан. Туә. Болмайды екен Что-то сен. Google'да жоқ таппай қалдым. Қолыңа не болды деймін. Ақылдай алдында сұраймын ғой ұмытып кірем ғой дедім да. Алланың несі ғой? Жазасы ма? Қалай айтады? Құладың ба не? Бірден қиып алдың Жоқ, білдім. құлаған жоқ. Құлатты. Кім құлатты? Алла құлатты. Аллах құлатады ғой. Енді құлатты. Не себеп құладың деген? ғой деп. Андай сөзің дұрыс емес екен, мұсылман емес екен сөзің. Жалпы біреуге бүйттің ба, сүйттің ба деп айта алмайсың ғой. Не болды деп қалжадайын сұрап жатқан бұл? Диван. Жоқ, сен бүйткізді ма, сүйткізді ма деп сұрау керексің де. Жексер амансыңдар ма? Аман. Кешір. Вестленге бір сұрақ бар еді бауырым, жаңа шахан жайында түсінбей қалдым. Сатқындық жасады дедім ма, неме дедім? Оттаған адам ғой деді. Дәлелмен айта аласың ба? Просто мысалға мен шахановпен тек қана бір несінде келісе алмаймын. Жаңа Мұқағалиді мен тілдің проблемасын көтеріп жүрген кезде ішіп жүрді деген жайында. Қалған затын мысалға рухты жаңа мысалы отырарда айтып жатыр, мысалы ең бірінші 4-ші ғасырдың әдебиетінде берілген мысалы қазақтың поэмаларының ішінде ең бірінші поэма. Абай жамандағанша, Жамбылды жамандағанша. Ол бүйтіп айтты ғой, Абай жамандаған жоқ. Мен Махамбетті биік қоям Абайдан тек шындықты айтқан үшін ғана деді ғой. Туфлидің Сталинді Жамбылды айтқаны- жалаған деді ғой. Сталин ол Жамбылда айтты Сталиннің туфлиін жалаған деп, иә. Иә. Енді ол пікірмен мен айтып тұрмын ғой, мен тек қана мысалы Мұқағалиді ішіп жүрді деген ғана пікірмен келіспеймін. Басқа мысалға көп қой. Әлби Жангелдин Степнов деп фамилиясын ауыстырғанын айтты. Сен оның несімен келісе алмайсың. Сен батыстықсың ғой да? Шүкір Алла. Несімен келіспейсің ғой, Степнов деген Нарынқұм зауалы деген трагедиясын оқыдың ба сен? Жангелдиннің Степнов деген Әке аты үкімі болған рас дегенде, жоқ ол мысалға оның сатқындық жасайды деп, мысалы көп адамдарды нетті деген әңгімеге қосылмаймын деп отырмын да. Мысалға ол именно жаңа өзінің баласын өлтіреді ғой, әке үкімі деген Махамбетті өлтірген үшін. Сен аққуды ақын деген киелі аққу самғаған, ал аққудатқан пендені ал аққудатқан пендені. Ой, бұл салада сен бірінші адамсың, адам емес, ең бірінші адамсың деп өзінің баласын өлтіреді ғой, білесің ба? Иә. Енді оның фантазиясымен базар жоқ, ол тарихи дәлел емес, но бірақ мысалға сондай сатқындық жасамауға, рухты өлең шығарған адамға қалай сен мынандай қылып айта аласың дегенім ғой. Мен мысалы батыстық болсам Махамбетті уважать етпеймін. Махамбетті уважать етпейсің? Базар жоқ. Неге уважать етпейсің Махамбетті? Не ол? Ол сахаба ма, не ол? Кім ол уважать? Мұсылман басшыға қарсы шыққан Жәңгір ханға. Иә, қарсы шыққан. Хан емессің, қасқырсың, басқырсың. Айттым ғой оны. Просто потому что мұсылман басшы. Не үшін қарсы шығып еді, білесің бе? Өйткені ол мұсылман басшының да өзінің пландары бар ғой. Ол просто так билікте бере салмайды ғой. Ол үшін болған жоқ қой. Не үшін болды, білесің ғой өзің. Көп нәрсе үшін болды. Орыстың ықпалында кетті ғой Жәңгір ханның көп нелері. Иә, оның мектеп салғанын білеміз, медресе салғанын білеміз, бірақ ол халықтың сақтап қалу мақсатында көтеріліс жасады ғой. Жоқ. Махамбет ешнәрсе. Тек аттан былай да былай шауып жүрген болмаса, қазаққа зиян тиген болмаса, Жәңгір ханға қарсы. Қандай зиян тиді? Құлдырады. Ол не үшін көтерілді Исатай мен Махамбетті? Ыдыратты, қазақтың ауызбіршілігін кетірді сол кезде.
А ол Ақпатшаның, Жәңгірдің Ақпатшаның бұйрығын орындағанын мойындайсың ба, мойындамайсың ба? Кім? Жәңгір? Қазір де істейді. Керек болсаң. Қазір де Енді сен сол үшін мысалға халық өзінің шындығын айтқанды қаламайсың ба сонда? Халықтың қалауын? Халық айта алмайды ешқашан шындықты. Халық Енді ол халықтың атынан Исатай мен Махамбет шығып тұр ғой. Жоқ, шығып тұрған жоқ болады. Исатайға қолдау білдірді тек ол. Екеуі бірге шығып тұр ғой. Қалай Исатайға қолдау білдірді? Онда 1836-1838 екеуінде Кенесарында тұспаласы сол уақыттарда көтерілген. Оны қалай не дейсің? Онда Кенесарында не дейсің? Мойындамайсың ба? Ол Ақпатшаны мойындамады ғой. Қазақтың ханы болып, бірақ Ақпатшаны мойындамады. Оған не дейсің? Мен Махамбет пен Исатайды қолдамаймын мен. Өйткені қазақтың ауызбіршілігін кетіп, өзінің басшысына қарсы шыққан адамдар өздері бөлек шығып, сөйтіп кеткен адамдар. Ислам бойынша анық неверия танытпаса, ол сенің жалғыз соңғы мүлкіңді алып қойып, сені ұрып жатса да қарсы шыға алмайсың. Дұрыс. Жәңгір хан қазақтағы 22 ханның құрамында бар ғой да. Неме дейді? Жәңгір ханның аты қазақты басқарған 22 ханның ішінде бар ғой. Бар, е. Мысалы, қара, қазіргі сол Махамбет сияқты кім? Әнеуір орысша сөйлейтін кім еді? Арон Атабек дейді мысалға. Иә. Мен сыйлаймын ол адамды. Мен сыйлаймын ол адамды. Мен оның моласын басына барып сием десем. Мен оның моласын тауып алсам, моласын басына сием. Мысалы, Сержан Біләш. Ол да отта отқан қаз. Әбіләзов. Әбіләзовтың кейбір ойларын дұрыс деп санаймын. Сержан Біләштің ойлан емес. Бұл жерде түсінбедім. Сен мысалға Шахановтың білесің ба, ана кім еді? Әйгерім Сейдолла ма еді? Соған берген сұхбатында осы заман нағыз батыр кімсің деген кезде Шаханов айтты ғой. Осы заман нағыз батыр Назарбаев дер едім. Себебі осынша халықты көрсетіп қойып қорықпай жеу батырға тән қасиет деген сөзін айтылды ғой. Көргем, ол видеоны көргем. Сарказм айтты оны. Жарайды, енді түсінік түп мағынасын, егер сөздің төркінін түсінген адамға ол не жайлы айтылған понятно? Ол оның алдында білді ғой, не істеп жатқан, не қылып жатқан. Бірақ жасырып кетті, ең соңында патшалықтан кеткеннен кейін айтып кетті. Не ғой? Исламда біреудің моласының басына барып сию норма ма? Сендер соған үйрете ма? Келем сақылдай. Ол менің өзім. Рахмет, сау болыңдар. Жақсы. Нормально ма? Ол исламда бар ма? Өзімнің адами пікірімді айтып жатырмын мен бұл жерде. Исламда бар ма деп отырмын. Жоқ болса жоқ. Исламда білмеймін бар ма жоқ па. Отыршы. Сенде адами пікір деген болмау керек қой. Ислайым, түсінді ма? Сен мұсылман емессің ба? Алхамдулилла, мұсылманмын. Мен ол жерде бөлек нәрсе. Мына жерде тема бөлек. Түсінбісің ба? Арон Атабектің мысалы батыр санайтын бар. Сонда сен бір тақырыпта, бір ситуацияда мұсылмансың, бір ситуацияда мұсылман емессің бе не? Қара, Арон Атабек, кім Әбіләзов, Біләш, бәрі қарсы шығып отыр қазір. Қазақстан анау, Қазақстан мынау деп. Бірақ олар Қазақстан үшін дым істемеген адамдар. Осы ғой? Адам ретінде моласының басына барып сием дедің да? Көрсем сием дедім, білсем моласының басына барып. Арон Атабектің мысалы. Мен ол үшін, ол менің батыр емес, немес. Батыр болатын болса ол жаңағыдай у-шу шығармай бәрін шешетін еді. У-шу шығарған пайғамбар не болды сонда? Бұл басшы болды. Басшы болмай тұрғанда у-шу шығарып барып келді емес пе? Басшылыққа. Ол кезде кенелер арабтарда басшы болған жоқ, президент болған жоқ. Тұра тұршы, Мұхаммедтің өзі оппозиционер, революционер ғой, не оттап отырсың? Ол кезде басшы кім болды арабтарда? Басшы болмады ма не? Жоқ. Жоқ, по-моему, девиант ол былай сияқты. Ол ақиқат біреу деген түсінікпен, таухидпен Құдай айтқан үшін пайғамбардың жағдайында бұлар оны двуличие деп қабылдамайды.
ол ақиқат келді, соны ғана қабылдаймыз дейді. ол кезде Пайғамбар мынандай болды. мысалға қарсы шықса да, жаңағы меккелік құрайыштарға қарсы шықса да, Мединадан қайттан барғаннан кейін ше Меккеге, ол кезде ортақ бір басшы болған жоқ, во-первых. Во-вторых, тіпті басшы болғанымен ол мұсылман басшы емес та, оныкі анық неверие да, оған қарсы шығуға болады. Типа ислам бойынша. Ислам бойынша мұсылман басшы болмаса болады шығуға, өзі мұсылман санамайтын атеист болсын. Мысалға қараш, біздің елде бір христианин қазақ басшы болса, сен оған анық қарсы шығуың керек, сонда? Мен иншалла шығам қарсы. Либо көшіп кетесің да. Көшіп кетіп тұрып иншалла. Пайғамбардың нақты несі бар ғой, хадисі бар ғой, кімде-кім иманын комфортқа, яғни жайлы өмірге айырбастап, шетелге барып өмір сүретін болса, ол бізден емес деген хадисі бар еді ғой, ислам, білесің ғой? Нәпсі үшін, нәпсі үшін. Нәпсі үшін. Людской бір жаңағы комфорт, жақсы өмір үшін кетіп қалады ғой. Демек, сен де сондайсың ба? Ол жерде екі нәрсе айтады. Біреуін дүние үшін, екіншісі қатын үшін дейді. Егер де кімде-кім ол хиджрат қылған болса, ол үшін хиджра қылған болды деп соны айтылады хадисте. Ол екі нәрсе. Ал бір нәрсе дінін сақтау үшін кеткен болса, ол хиджра болып саналады, ол көшу. Түсініп тұрсың ба? Екеуі екі бөлек нәрсе. Жоқ, сен енді мұсылмандардың арасында жүрген жоқсың ғой деген ғой? Неге мұсылмандардың арасында жүрген жоқ? Мен ақамды мұсылмандардың арасында. Сендер ғой? Өздерің ойбай, қазақтың жаңағы сендердің ойларыңша ширк болатын, мерекелерін тойлайтын, оларды ұлттық мереке қылатын Қазақстандасың ғой дегенім ғой? Ода мұсылман діннен шығып кетпейді дейсің. Мен қазір оны тойды бір ширк қылмайтын. Жоқ, тойдан шығып кетпейсің. Сол той, ашық неверие болып жатқан елде тұру, пайғамбардың айтуынша солардың қатарынансың. Ол бізден емес деп айтқан. Жоқ, қара. Болды, мұсылман емессің. Сендер үшін біздің Қазақстанның заңы тагут па? Жоқ. Салафиттер үшін? Жоқ па? Жоқ. Тагут деген типа былай анықтайсыңдар, ол дін, ол ақиқат деп қабылдаса, ол тагут болады. Жоқ. Дұрыс па? Шариғатқа қарсы бір үкім шығарылса, ол тағут болып саналады. Мысалға, шариғатта немене жаңағы шарап ішуге болмайды. А біздің елде рұқсат. Тагут па? Рұқсат деген нәрсе жоқ қой, қонбаса еш. Рұқсат қой бізде. Ішсең өзің біл, ішпесең тағы өзің біл деген нәрсе. Енді рұқсат қой, ішсең өзің біл деген нәрсе. Демек, тагут болып тұр ма? Жоқ, тағут. Көшкім келмейді, көшкім келмейді. Қара, саған не? Үкім шығарып қойды ма, арақ ішпесең, Қазақстан арақ ішпесе, мысалға осындай 2 литр күніге арақ ішпесе. Осыны слава блудияның не қажеті бар? Мен мұсылман болсам, нақты жүретін едім. Бірақ бар ғой, қазақтың дәстүрін, қазақтың тарихи тұлғаларын, дәстүрлерін жоққа шығарғанда бәледей болады да, өздеріне келгенде үндемей, жоқ, тагут емес деп қалады да. Ақылтай, мен саған бір зат айтып жіберейін. Жалпы осы атеистердің көзқарасы бойынша мұсылмандар қалай өмір сүру керек и қалай бүйтіп ойлайды. Мысалға сырт көзден қарап отырмын ба, атеистердің ұғымы бір былай тиіп жатыр да, мұсылманға көп шектеу қойылып жатыр ма, болмаса бір сен мұсылмансың ба? аяқ емессің дегендей. Сен мұсылмансың ба, Стив? Жоқ, мен атеистпін. Енді немене ол жақты айтып жатсың енді? Біз матрудилерге қарсы ештеңе айтып жатқан жоқпыз. Мына жігіт сәләфитпін деген. Сон сәләфиттер толыққанды ұстанады да өздерінше. Бірақ жеке басына келгенде сәләфиттігі ұмытылып қала ма бір бөле ғой? Оны ержінен нүктесін қойып тастады кезінде. Мен сенің эфиріңе кіргелі айтып келатырмын. Уже 1 жылдан асып кетті сенің эфиріңе кіріп жүрген. Мен саған айттым, шариғатқа қарсы келген салт дәстүр заң болсын қабылданбайды. Ал егер шариғатқа қарсы болмаған салт дәстүр заң болса, ол қабылданады деп мен саған баяғыда айттым. Қандай заң қарсы келеді сонда? Ислам шариғатына қандай заңдар қарсы? Қыз алып қашу, мысалы гей болу қарсы, ЛГБТ қарсы, әлем салу,
мысалға. Сондайларды күнә жасау қарсы, күнә жасау адамға немесе өзгеге зиян тию нәрсенің бәрі қарсы, шариғатқа қарсы по факту. жалпы қарсы. Бас ауыртатын зат емес қой, көріп мен мысалы кезінде мұхаммед алып келген жоқ па, адамша өмір сүрін шеш деген. Енді қара, мен сендерге осы нәрсені айттым. Енді заң қазір арақшы бір үлгі отырма, арақшы жұмысқа келмей деп қабылдап отырма заңды. Шариғатқа қарсы емес қой. Екінші, енді рұқсат беріп қойғаны ше. Тұр, рөлді арақ ішіп жүрмеу деген ол андай практикалық және прагматикалық мағынасы бар ғой ол заңның. Ал дінде арақ ішпеу деген ол такой духовный не да, мысалы да, ода ешқандай несі жоқ. Жалпы болады ғой ішуге. жоқ, қара, мен сендерге бір нәрсені айтайын. Қазақта осы уақытқа қыз алып қашу деген салт дәстүр болды. Шариғат оны қолдамайды. Қашанда Салт дәстүр болған емес сонда. Өтірік айт. Андай келісім дейтін зат болмаған ба сонда? Келісіп. Енді шариғат оны баяғыдан алып тастап, баяғыдан бір 14 ғасырдан бері бар. Арабтарда да болған ол қыз алып қашу деген. Типа былай ма сенің ойыңша? Қазақтың өзінде қыз алып қашу деген дәстүр болған, и соны ислам келгелі жоқ қылып жіберді. Жоқ, ислам. Міне саған тұра тұр, шариғатқа қарсы заң. Мысалы, кәмелет жасқа толмаған балаға үйленуге болмайды біздің заң бойынша. Соң кейін 16-ға жаңағы возраст согласие дейді. 16-ға толмаған баламен жыныстық қатынасқа түсуге болмайды. Шариғат бойынша болады. Міне, пожалуйста, қарсы саған. Сенің шариғатыңа қарсы. Қара, міне енді салт дәстүрлерінде сондай болды кезінде. Қандай салт дәстүр? Мен саған заң туралы айтып отырмын. Веслайн, не тупи, пожалуйста. Енді арақ. Ты сегодня не в форме, по-моему. Намазыңды оқымағансың ба, не ол? Тұрадыр Ботақан, Диван, кішкене сабыр қыл. Әне, қол ұстасу темасы қайттан басталды мына да. Не? Қара, міне, арақ шариғатта 3 күнмен. Арақ туралы айтып отқан жоқпын мен саған. Үйлену және жыныстық қатынас туралы айтып отырмын. Тұрадыр. Қараңдар, арақ Аллахтың өзі 3 үкіммен харам етті. Бірден харам етті, ал шошқаны бірден харам етті. Неге? Өйткені арақтар кезінде арақты деген бочкілеп ішкен. Кімнің үйінде бочка арақ тұрады көп, сол бай саналған. Ислам келуімен ол жаймен жойылды. 23 жылдың ішінде толық жойылды. Демек, Құдайдың бір сөзі бір сөзінен артық болып тұр ғой, иә? Жоқ, даналық болып тұр. Артық болып тұрған жоқ, даналық болып тұр. Қараш, 3 сүре 3 аятпен дедім де. Бірінші аяты мешітке ішіп келмеңдер деген болды, иә? Шектеу. Жоқ, пайдасына зияны көп деп келді біріншісі. Пайдасына зияны көп, екіншісінде мешітке ішіп келмеңдер, үшіншісінде намазға толық запрет намазға ішіп тұрмаңдар. Жоқ, мешіт емес, намазға ішіп тұрмаңдар деді. Енді қара, біріншісінде не дедің? Біріншісін айтшы. Пайдасынан зияны көп. Пайдасынан зияны көп деді. Ол толық тыйым емес, иә? Толық тыйым емес. Мына толық тыйым емес сөзі, мына екеуіне қарағанда, немесе үшіншісіне қарағанда анық, жақсырақ. Дұрыс па? Иә. Құдайдың мына бірінші үкімі сақтандыруы арақтан нашар сөзі болып тұр да. Мынаған қарағанда. Мен айтып атқан жоқ, басқа өз алдына нашар деп. Жоқ, мынаған қарағанда мына сөз нашар. Жоқ, қара, ол жерде даналық болып тұр. Аллах субхана тағала адам баласына қалай үкім шығаруды үйретіп отыр. Аллах сразу тыйып тастауға болады бұл жерде. Бірақ адам баласына қалай үкім даналықпен шығару керегін үйретіп отыр бұл жерде. Адам мұсылманды өлтіруге болмайды ғой мысалға да. Бүкіл адамзатты өлтіргенмен тең деген сияқты әңгіме айтылады енді сендерде. Прикинь, арабтар арақты емес, арақ ішуді емес, адам өлтіруді көп там өздерінше не қылса, мораль қылып алса. Ең бай адамдары, ең батыр адамдары қанша адам өлтіргенімен санаса. Демек сол кезде де Құдай мешітке келетін күніңде адам өлтірме деп біріншісін түсірсе. Жоқ, ол екіншісі. Біріншісі адам өлтіруге қарағанда жақсы деп келеді да бірінші аятында. Екінші аятында мешітке келетін күні адам өлтірмей келіңдер дейді. Сосын үшінші күні жалпы мұсылмандарды өлтірмеңдер деп келеді да.
Енді түсіндің ба? Осылай. Мына сөзі мешітке келетін күні өлтірмеңдер. Қалған күндері өлтіруге рұқсат бар да. Сен ол жала жауып тұрсың ол жерде Аллахқа. Кешірім сұраймын. Мен түсінбей жатқан шығармын. Айтып берші осыны. Бұл жерде тұратшы өтініш. арақтың үкімі, шошқаның үкімі, адамның үкімі бөлек. Браттар мынандай ғой, қазір ақпаратты бөлісудің өзі мысалы ақша болып кетті ғой. Ақпараттың заманы ғой қазір. Сен де тыңдап отырып, кәдімгі ақпарат жинап жатырмын да, сенім туралы, Құдай туралы, Алла туралы, басқасы бар. Мынандай көрейінші мен бір мысалы ешкім запрет қоймайды ғой, мысалы тек ақыл-таймен эфиріне шығарып жібере қоймаса, так запрет жоқ. Бір екі-екше былай айтып көрейік те, мен қазір мұсылман болып көрейін, салафит болсын, матрид болсын, ашарит болсын, просто көрейін. Егер мұсылманның көзқарасымен былай айтып көрсем қалай болады? Бір конкрет демей ақ қойын, особо оған қатты мен осы кезге дейін жинаған ақпаратым жетпейді. Бір екі-үш сұрақ бар да, осыны талқылап көрсек қалай болады? Мұсылмандық көзқарас. Сен не қыласың мұсылман болып рөлге кіріп? Мұсылман отыр ғой алдымызда. О, салафит деп отырсың ғой сен. Салафит мұсылман ғой енді. Иә, түсінікті жарайды. Мынандай сұрақ бар да. Артықшылық неде сонда Құдай бар или жоқ дегеннің бір артықшылығы неде? Адамға келіп кетер пайдасын зат та жалпы. Ой, ол үлкен жалпылама сөз ол. Жаңағы тема жалғастырайықшы. Бір-екі ауыз сөз айтылмай ма? Өтініш қазір егер бос болсақ соны талқылаймыз. Айтып жіберші соны. Нені? Сен қателестің, Құдайға жала жаптың дедің. Айтып жіберші енді. Мен саған айтып отырмын ғой енді, болмаған нәрсені айтпай-ақ қой да сен. Болған нәрсені айтшы, нақты түскен нәрсені айтып отырмын. Жоқ, мен оны саған түсінікті болу үшін айтып отырмын да. Айтпай-ақ қой, менің алхамдулилла логикам сенікінен жақсырақ иншалла. Жақсы. Салафиттер логика туралы айта ма? Жарайды. Біздің салафит, жұрттың салафит біздің салафитіміз логик. Енді қараш, бірінші сөзі соңғы үкімінің сөзіне қарағанда сол аяты үкімі жойылып және нашарлау болып тұр ма? Жоқ. Неге? Міне қара. 100 граммға дейін дірек алғыз. Ең бірінші қара, бұл жерде Аллах даналыққа үйретіп жатыр дедім. Даналыққа қалай үкім шығару керек. Екінші, бұл арақ қияметке дейін жойылмайды. Ішетіндер де болады. Арақты өте жақсы көретін адамдар болады, бірақ оғаларға намаз қалай оқу керек, үкім шығарылады. Міне, үш жерде. Түсіндің бе? Енді қалымдар... Тоқта, арақ сам по себе жаман ба, әлде просто Алла тыйған соң жаман ба? Ойлап қалды ғой, айтшаш. Естімей алды ма? Жауап берші. Алла сам по себе, Алла деп ғой, арақ сам по себе жаман ба, әлде Алла тыйған соң жаман ба? Оған Аллах береке бермегеннен кейін жаман. Жоқ, тыйған соң немесе сам по себе жаман. Екеуін біреуін таңдауын керек қой. Тыйған соң жаман. Мен сені ұстап алайын деп едім, жаңа оразада тамақты да тыяды ғой, демек тамақ жаман ба не? Ұсталмайды екен ба? Молодец. Күшті. Жоқ, қара енді бұл жерде қияметке дейін арақ жойылмайды. Қияметке дейін барады ол арақ. Ішет, жақсы көретін адамдар болады. Мысалы, Малайзия, Индонезия деген елдер бар. Оларда да арақ жақсы көреді. Арабтардың өздері арақ жақсы көреді. Тұра тұр, Веслайн, тұра тұр. Арақты жойып тастаған Қазақстанда ауылдар бар ғой, чолам. Ой, сен ауыл салсың. Мен дүние жүзіндегін айтып отырмын жалпы. Жалпылама дүние жүзіндегін айтып отырмын. Осыны сөз деп айтып отырсың ба? Арақ жойылмайды. Бір отбасыда арақ ішпейді екен, бірақ ана көшеде ішеді. Ол мына отбасыға мен ана отбасының айырмашылығы бар ма? Сен логикаңды былықтырмасайшы, жалпылама айтып отырмын. Енді қара. Жалпылама сөз емес па, не әңгіме? Енді қара. Әлемде арақ жойылмайды деп. Бизнес қол алып империя ол. Енді қара, қазір арақ ішіп намаз оқитындар бар. Бізге шегіп алып намаз оқитындар бар мысалы. Үкімі қалай болады? Оған сен шегесің ғой, сен ішесің ғой. Олар жұмаққа барады біраз уақыттан кейін. Біраз уақыттан кейін ба, Аллаху алам. Бірақ олар Аллахты жақсы көргендіктен, елшісін жақсы көргендіктен бұйрығына барынша бойынсұнып отыр. Олар ширкпен өліп кетпесе болды, өмір бақи неге қалмайды? Мәңгілікке тозаққа болмайды. Сол ғой енді. Енді фарыз намаз оқыса, олар сауап алмайды, бірақ фарыздан құтылады.
парыздан сұралмайды қияметте. Түсініп тұрсың ба? Шипан. Қараш, исламдағы тағы бір әділетсіздікті өзі, как мне кажется, айтайын. Вестлайн, сен бұған жауап бере алмайсың деп ойлаймын. Егер жауап беріп, логично болса, мен риза боламын саған. Қараш, адам күшті өмір сүреді, тақуа болады, иманы берік болады. Сөйтеді де өліп кетеді ғой енді, жасарын жасайды, асарын асайды, жақсы адам болып өледі. Моласын атеисттің моласының қасында қояды да, и ол қысылады. Ол қалай айтады оған, жайсыздық болады оған. Сондықтан бір оқиғалар болып еді ғой, что ойбай мен соны түс көріп жүрмін, оказывается шын мәнінде қасында бір атеист жатыр екен, и сол үшін оны басқа жерге көмдік деп. Қараш, ойлашы сонда. Но әділетсіздік та, ол өзі өліп жатыр да. Өзі білмейді өзінің қай жаққа жерленетінін. Оны туыстары шешті да. Туыстар да білмей қалды да, кейін ол өліп қалғаннан кейін, біраз уақыттан кейін атеист өліп қалған соң, атеисті оның қасына жатқызды да. Ол адам, мен мұсылманға жақтасып отырмын да, ол әділ, ол тақуа болып өтті да. Ол неге қиналуы керек? Алла неге үйтіп қойды? Ол іштеге істей алмайды ғой енді, өліп қалды ғой. Оны білмеймін ол. Өз еркіндегі нәрсе емес қой, қай жерге жетеді. Сол айта, өз еркіндегі нәрсе емес мысалы. Ол жаны қысылады екен, ол қинайды екен мысалы. Ол бірақ тақуа өткен адам да мысалы. Ол білім бар ғой, ондайда белгілер бар, береді ғой Аллах субхана тағала. Алланың сөзін талқыламасаңыздар дұрыс болатын еді дейді. Неге талқыламайды? Өтірігі шығып қалып жатыр ма не? Вазира, қорқасыздар ма өтірігі шығып қалады деп? Талқылаймыз ғой, Аллах сол үшін берді ғой. Вестлайн, что-то ты не в форме сегодня, не было? Что-то слабенько. Неше, бес намаздың нешеуін оқымадың бүгін, айтшы? Қазір біреу қалды, неше құптан қалды берсі. Өтірік етпе, бірнешеуін өткізіп алған сияқтысың ғой. Кстати, Мәке күшті нәрсені алып келді. Мен жаңағы есіме түспей отырған. Заң шығармаса рұқсат қой деген ой емес енді. Шариғатта 4 әйел алу рұқсат, ал Қазақстан заңы тыйым салып тастап тұр, анық. Тагут па? Жоқ. Неге? Тагутқа жатпайды. Бұл негіз емес қой, діндегі. Ой, сендер деген Алланың сөзін негіз емес, анау емес. Болмайды ғой олай болсын. Негіз деген бар ғой, исламда негіз деген бар. Осын ерікті деген бар, еркін деген нәрсе ол. Құранда тұрған нәрсе негіз болмайды да, сен үшінші. Құранда жоқ, суннадан табылған нәрсе негіз болып тұр да саған. Жоқ, Құранда бар. Шаман келсе ал дейді. Әділдік қылсаң ал дейді. Жоқ, Құранда бар да. Ал сунна бойынша намаз. Құранда намаз жоқ мысалы. Құдай Құран түсіреді да, құлшылық үшін жараттым деп. Қалай құлшылық ету жолы жоқ та, ол суннадан табасың да. Сунна негіз болып кетті да сен үшінші, бірақ Құранда бар нәрсе негіз болмай тұр да, саған 4 әйел алу. Дұрыс қой, енді Құранда бәрін жаза беретін болса, адамға жаттау, оқу қиын болады ғой. По факту сонда Құранда көтерілген нәрселер негіз болмай тұр да, суннадағы нәрсе негіз болып тұр. Мысалы, намаз негіз, Құрандағы 4 әйел рұқсат бергені негіз емес шариғатта. Дұрыс. Мен мысалы Құранда деген өте көп келеді ғой, намаз турасында. Намаз оқыңдар, ақимус сола, уату зака. Намаз оқыңдар, зекет беріңдер, намаз оқыңдар, зекет беріңдер деп. Бірақ қалай оқу керек? Қалай? Әс-салат дегенді айтып отырсың ба? Иә. Үш ақ уақыт қой. Таңда, түсте, түнде ма, кешке ма? 3 ақ уақыт. Әс-салат. 5 уақыт беру біздерге. Ол қаншама қайталып келеді Құранда. Аспан мен жер қалай қайталанып келсе, намаз бен зекет солай қайталанып келеді. Құранда 5 уақыт намазды тауып бере аласың ба қазір? Бар, иншалла. Сола деп келеді. Сола деген құлшылық деген сөз емес пе? Құлшылық енді намаз ғой, ол жерде намазды айтылады.
араб тілінде сондай бір ереже бар. Әс соля деп келгенде, әс соля ол құлшылық бөлек, әс соля бөлек. Намаз деп келеді ол кез. Ережелер бар бұл жерде. Әлиф жалғанған кезде не болады, фә жалған кезде не болады, соны бәрін айтады. Құранда 5 намазды тауып бере салшы онда. 5 аятты айта салшы. Оқисыз, ашта оқисыз, ерінбей. 114 сүре бар, қаншама аят бар, мен қайсысын оқиын? Көп деймін намаз деген қорқсын, көп келеді. Сақ болыңдар. Жақсы, намаз деген сөз бар ма? Бір Бар деймін. намаз деген сөз бар ма? Соля деп келеді деймін, ас соля. Намаз деген сөз Закат. біртүрлі ғой. В общем, қазақ басқара алмайды, шариғат орындаса арабтың құрайыштары басқара деген. Маған сол мәселе қызық еді негізі. Сен не істейсің, болмаған нәрсе басыңды қатырып. Жақсы, саман. Ана, Сен не істейсің, басыңды қатырып дейді. В смысле басы қатырып? Жұрттар желтоқсанда қарсы шықты емес пе ана Колбинге? Бір қазақ басқара алмай ма сонда бізді деп? қандай қазақ деп айтты? Ол мұсылман қазақ басқара алмай ма деп айтты ма? Мұсылман, атеист деп бөлген жоқ ол кезде. Неге? Қазақ болды. Сонда сендер атеисттер сол кезде қаяқта не істеп жүрдіңдер? Атеист болып шықпадыңдар ма? Мен өзім 89 жылымын. Атеисттер қазақтарға еңбек сіңбеді ғой ешқандай. Бірде-бір еңбек сіңбеді атеистерден. Мұсылмандардікі сіңсе, мұсылмандардың Құранынан, суннасынан тауып берші. Мен саған айтайын. Жақсы, мектеп ашу мұсылмандық па? Иә, алхамдулилля. Жақсы, айта қойшы, қай аят, қай сунна? Біріншіден пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи айтады, 5 нәрсе қияметке дейін үзілмей барып тұрады дейді. Соның бірі адамға пайдалы болған нәрсе дейді. Мектеп, медресе. Мектепті өзің қосып жібердің ба қазір? Мешіт, сондайларды тәпсірде айтады. Адамға пайдалы нәрседен. Жолды айтады. Үзілмейтін садақаны айтады. 5 нәрсе керек. Осы кіреді. Түсініп тұрсың ба? Мектеп дегенді қайдан алдың? Прям биология оқытылатын, биология оқытылатын, сендердің Құрандағы мысалға жаратылысқа қатысты басқаша ғылыми түсінік беретін мектепке сендер қалай біз үлес қостық деп айта аласыңдар? Неге қосқан? Өз аяғын тістеген не құсап? Жылан құсап? Ученыйдың қазақшасын айтшы маған. Ғалым? Арабша ғой сен айтып отырған. Қазақшасын айт деймін. Қазақшасы зерттеуші. Қаламның қазақшасын айт. Қалам. Жақсы. Кітаптың қазақшасын айт, тұра тұр. Жақсы. Көпірлеріңнің, сираттың арабшасын айтшы маған, Құраныңда тұрған. Тұра тұр, сен маған айтсайшы. Сират деген Құранда тұрған көпіріңнің Жоқ, мектеппен. арабшасын айтшы маған. Жоқ, мектеппен. Сират нифига арабша емес мысалға. Ардақ, сен Ол латыннан алғансыңдар да сендер. мектеп, медресенің мектептің қазақшасын айт маған. Мектеп? Қазақшасы мектеп. Енді араб тілінен ғой бұл. Жақсы, өшірдің. Мектеп дұрыс айттың. Ол арабтан келген, иә? Енді маған жауап берші енді. Тура осы логикамен өзің жауап берші. Сираттың арабшасын алып келші маған. Құранда почему-то сиратта. Құранға сондай претензия қоя аласың ба сен? Сен қазаққа қосқан мұсылмандар үлесін айтып отырсың ғой. Жоқ, сиратқа, Веслайн, давай енді қашпайық. Мен саған, дұрыс айттың, мектеп деген араб сөзі дедік, дұрыс па? Енді мектепті осы уақытта араб парсы. Енді айт маған. Құрандағы сират деген, көпір дегенді білдіретін сөздің арабшасын алып келші. Не істейсің ол саған маңызды ма қазір? Мен де саған жаңа не істейсің ол маңызды ма деп қаша берсем дұрыс болар ма еді? Сен маған сұрақ қойдың. Мұсылмандардың қазақтың біліміне қосқан үлесін сұрадың сен маған. Сират дегеннің не керегі бар саған? Сен маған құдайыңа неге маған претензия қоясың да, тура соны жасап отырған құдайыңа претензия қоймайсың. Маған да мен потому что шарасыз, сендердің айтуыңша бір пенде болғаннан кейін маған ықпал етеді. Бірақ тап-таза араб тілінде түсірдік деген Құранда неге кірме сөздер жүр? Неге ана гректің, ана латынның сөздері жүр?
Неге осыны сен маған претензия қыласың да, бірақ почему-то тура солай істеп отырған Құдайыңа, Аллаға неге қоймайсың сол претензияны? Өйткені Аллах субханала тағала осы тілді қалады, осылай болуын қалады. Түсініп тұрсың ба? Ол латын тілі. Арабша түсірдік деп тұр, арабша емес екен ол. Қара. Пайғамбарларының аттарының бәрі еврейше ғой. Ема, не деген адамсың сен? Еврейше емес. Олар еврейше де жала айта алмайсың сен. Араб тілі. Сендердің тозақты жаһаннам дейсіңдер ғой? Білесің ба онда сен? Жаһаннам не мағына білдіреді, айтшы ал. Жалындаған от. Жалындаған от деген мағынаны білдіре ма? Қазақша, иә. Енномның аңғары деген бір еврейдің даласы туралы әңгіме емес па сол? Ол қай тілден аударсаң да кете береді. Ол бар ғой. Тілмен аудар. Гехинном деген еврейдің хинном аңғары деген сөз да ол. Мен саған даже Гуглдан сол сөзді тауып бере аламын, сол суретімен. Қараш, енді сен маған мынаны айтшы. Мұсылмандардың қазаққа сіңірген еңбегі не деп сұрадың білемде. Мен саған айтып жатырмын соны нақты. Мектеп, кітап, ғалым, қалам дегендер бар. Яғни сөздер бар. Сен оның қазақ тіліне аударып бере алмайсың. Не орысша аударасың, не сол қалыпты қалдырасың, болды. Қара. Хинном. Мына, Гехинном, на иврите Гехенном. Это реальная долина Эннома, расположенная к югу и западу от старого города Иерусалима. В древности она стала местом для свалки отходов и сожжения мусора, из-за чего в иудаизме и христианстве ее название трансформировалось в греческое слово «гиена», символ вечного наказания, суда и ада. Демек, Гехинном деген жаһаннам деп алып алған арабтардың хинном дегеннің аңғары болып тұр да. Сендер де бүжай келе жатыр деп кішкентай балаларды қорқытады ғой, сол сияқты өздерің түсініксіз нәрсені этимологиясын білмей жатып долина хинноманы айтып жүр да. Соны саған суретін көрсетейін ба? Қазір қарап, 200 тіл бар ма? Жоқ, қара. Мынандай суреті бар да, қара. Хоба! Мынау хинномның аңғары да, мына Википедия тұр да, гиена деген. Енді осының қазіргі несін айтайын? Суретін көрсетейін. Мынандай аңғар болып, әп-әдемі болып кеткен да. Бұрын өртенетін, қоқыс тасталатын жер болған ғой. Қара. Әп-әдемі жер ғой, мынау рай ғой, мынау, арабтарға көрсетсең, мынау қайдағы тозақ, мынау рай ғой. Что-то выслать. Неге Құдайыңа претензия айтпайсың осы туралы? Ильяс деген Құдай мен жіберген елші деп отырған Ильяс деген Ильяху да, Ильяху. Жалғыз Яхве деген сөз да, жалғыз Яхве деген еврейше. Ардақ, оны Аллах қалады. Иса деген не білдіреді, айтшы, жаңа мектеп, бір бәле деп отырдың ғой, ғалым деп. Давай, айтшы маған. Аллах сол тілді қалады, араб тілін. Жоқ, тұратыр, қалады, қаламады. Онда емес, просто сұраққа жауап берші. Сұраққа нақты жауап берші. Одан жауап беремін. Тұратыр енді. Сен айтқаннан кейін. Аллах қалады, сол тілде қалады. Енді мен оны қазақ тіліне бүйтіп аударып аламын, латын тіліне былай аударып аламын. Ол өзімнің проблемам мен. Түсінесіз ба? Бірақ Аллах айтты, араб тілінде түсірдік, солай қалдырамыз біздер. Ары қарай кірмеймін мен иншалла. Иса деген, дұрыс айттың, кірмей-ақ қой, жарайды. Иса деген не мағына береді? Иса ол Аллах қойды ол есімді. Не мағына береді? Кім қойды деп сұраған жоқ қой. Исаны араб тілінен аударғанда қандай мағына береді? Яхуд тілінен аударғанда қандай, қазақ тілінен аударғанда мен білмеймін. Білуге де тиіс. Өйткені маған... Жақсы, сендер осы Мессия деген кім екенін білесіңдер ма? Мессия деген кім? Не білдіреді ол сөз? Сөзіңнен секірмеш, қайта сұрақ қоя бермеш. Сұрақ қойып жатырмын, просто жауап бересің. Жоқ, просто емес, енді сен маған мынаны айтшы. Сен маған айттың ғой жаңа, мектеп, ғалым, арабтан келген чотам деп. Латындан келген сиратыңды ол айттым. Құдайыңа ондай претензия айтпайсың, почему-то маған айтасың. Бір ма? Екіншіден, жаһаннам деп жүр алып алған арабтардың
геохином екені бүгін анықталып отыр да. Мен саған соны айтып отырмын, оған жауап бермейсің. Сен не деген адамсың онда? Типа біреуді тығырыққа тіреген сияқты әңгіме ма? Мен саған жауап бердім ғой. Мұсылмандар қазаққа не үлес қосты деген мен саған жауап бердім. Жәнібек пен Керей қазақты Мектепті ашып айта алмадың, дұрыс па? Мектеп, оказывается, Ушинскийдің, Ыбырай Алтынсарин Ушинскийдің форматын алып келіп жасаған. Ыбырай Алтынсарин мұсылман десең де, ол Ушинскийден алып отыр да. Мектептің өзі жаратылыстану, Ардақ, естественные науки. точкаға жаттың да неге жан-жаққа қашып баратсың енді? Точкаға келе жатырмын ғой міне. Мектепке сендер вообще жауапты емессіңдер. Оның атауын мектеп десеңдер де, ол мектеп емес, сендердікі емес ол. Намаз да сендердікі емес. Очнитесь. Намаз деген ана үндіеуропалық тілден келген, намасте деген үндінің сөзі. Сендер ойлаш деймді, Құдай жындар мен адамдарды құлшылық үшін жаратады да, бірақ намаз деген сөзді парсыдан алсаңдаршы бері қарай. Парсыланған ана үндінің сөзі да ол. Қара, енді мен саған айтып отырмын. Енді атеистердің қосқан қазаққа үлесін айтшы. Зияны болмаса мен ешқандай үлесін айта алмаймын. Қараш, атеист болған үшін үлесі жоқ та. Атеистердің қазақ болған үшін, тарихшы болған үшін, ғалым болған үшін, немесе ақын болған үшін, жазушы болған үшін үлесі бар да. Жоқ, сен қазаққа сіңірген, тек ана тикток шығарған, бірдеңені істеген гей-мейлерді айтпай қой. Маған қазаққа сіңірген еңбегін айтшы. Тикток шығарған гейлерді айтып отқан жоқпын. Қазақтың ішінде жазушы болған үшін, мысалға да, жазушы болған үшін, ақын болған үшін қазаққа еңбек сіңірген атеистер көп. Айтшы. Сен айтасың, бірақ ол, мен айтып отырған жоқ, ол атеист болғандықтан сондай болды деп. Жоқ, біз сендер сияқты, ой, анау мұсылман ғой деп, ана Хабиб мысалға исламға қайшы нәрсені жасайды да, мысалға UFC-ге шығады да, біреудің бетінен ұрады да, соған қарсы, дініңе қарсы болса да, Хабиб біздің мұсылман дейсіңдер да сендер. Но біз атеистер олай біреуге паразитировать етіп, анау арқылы мақтанбаймыз, бір тұлғалар арқылы мақтанбаймыз. Міне анау атеист, демек біз атеистпіз. Ертең бір ата-бабаң атеист болса, біздің ата-бабамыз түгелдей атеист қой, сен неғып өзінше болып мұсылман болып жүрсің деп айтпаймыз біз. Понимаешь, оны сендер істейтін. Біз ондайға жабыспаймыз. Бізде индивидуализм басты мақсат. Индивидуализм деген не? Адамның жеке дара интеллектуалдық қабілеті шыңына жетуі. Міне осы нәрсе ғылымға сүйену, күмәндану. Атын атып түсін түстеп бершейші, енді қазаққа қосқан үлесін айтшы. Мына адам мынандай істеген, пәленше мынандай қылған. Мысалы мен Жәнібектен бастап, мына ең соңғы Назарбаев. Біз айтпаймыз олай. Біз оны мақтаныш етпейміз. Атеист болғаны үшін біз паразитировать етпейміз. Біз шарасыз емеспіз. Біз өзіміздің идеологияны, идеямызды насихаттау үшін тұлғаларды, тарихи тұлғаларды қолданбаймыз. Ол біз үшін ұят 200 нәрсе. Себебі біреу атеист болғаны үшін бірдеңе жасады десе, ол ұят біз үшін. Потому что атеизм это не идеология. Атеизм это неверие в Бога. Болды. Ал бірақ ол қазақ болған үшін, ғалым болған үшін, мықты болған үшін мінекей, біз соны қолдаймыз. Қазақ болған үшін қолдаймыз. Бірақ атеист болған үшін мен атеисті қолдаймын десем, менікі нағыз ана мұсылманшылық немесе христиандық, тура сол сияқты діншілдіктің бір түрі болар еді. Мысалы, бір атеист келеді, девиант айтады да, мысалға, қателеседі да, или мен қателесем. Егер мен қателігімді көрмей, девиант әдейі маған жақтасып тұрса, девиантты бәрі жеп қояды мына жердегі атеистер. Девиант не болды саған ақылтайды атеист болған үшін жақтап деп. Көрдің ба, Веслайн? Бізде кішкене индивидуализм бар да, біз бір жүйе емеспіз да. Түсіндің ба? Пожалуйста, мен саған түсіндіріп отырмын ғой. Енді қара дей бермеші. Талдан түскен жапырақсыңдар ғой. Түсініп тұрмын ғой оны. Сен эволюцияны дұрыс түсініпсің, молодец. Жүйе жоқ өйткені. Жел қайық. Адам талдың бір бұтағы да. Бірақ шыққан тегі бір да. Барлық тірі тіршілік. Міне дұрыс айтып отырсың, көрдің бе? Дұрыс. Енді адамнан тарағанды сіз мойындамайсыңдар атеистер. Бір адам бір анадан тараған. Осы сендер ана ғылым білімді жоққа шығарып, надандықпен мақтанатын болғансыңдар ма? Күліп,
Неандерталистердің сүйектері бәрі табылып жатыр. Ана австралопитектер табылып жатыр. Мысырлық питектер табылып жатыр. Неше түрлі кроманьондықтар табылып жатыр. Оған сендердің дінде бірде-бір не жоқ та, анандай түсіндіру жоқ та. Құдайларың білмей қалғанда олардың өмір сүріп кеткенін. Либо ол құдайларыңның ана черновигі болғанда олар ше, ол үмбеттер ше. Қара, сен ғылым білім деп араб тілінде айтып тұрсың да, ғылым білім деп мұсылман тілінде. Еще келесің Жақсы. өзіңнің тіліңде жоқ. Жақсы. А сен TikTok деген қытайлық тренд болған соцсет деп отырсың да? Иә, оны мен Жоқ. қазір аударып беремін. Мен араб тілінен қазақ тіліне аударып беремін. TikTok деші ал. Иә, TikTok деген араб тілінен аударсам, ақмақ және ақмақ деген мағына береді. Сен сонда ақмақ және ақмақтан шықпай жүрсің. Сен жаңа тілді аударған сияқты ғой. Мен аударып беремін. Ол араб тілінен солай аударылады. Қытай тілінен басқаша аударылады. Жоқ, сен айттың. Басқаша Жоқ, аударылады. сен айттың. Қара, сен айттың. Ойбай, мектеп деген біздің тілде, араб тілінде дедің. Сол тағы бір сөздерді айттың араб тілінде деп. Енді TikTok деген тілдің өзі Қытайда анандай қысқа ғана аса бір мағынасы жоқ сөз да ол. И что деймін да, сен TikTokта отырсың, сонда сен Қытайларды мойындап кетуің керек па сол үшін? Или сен дін имансыздық болып кетіп, сондай болып кетесің ба сенің логикаң бойынша? Мен егер халқымның тіліне динамикалық құбылысқа бір кірме сөз кірсе, ол қазақтың әдеби нормасына айналады. Ол процесс сондай. Көріп отырсың ба? Тіпті олай сенің құдайында сондай ықпалға түсіп қалғанда, таза араб тілінде жаздық дейді, бірақ араб тілі емес, этимологиясын қарасаң бүкіл сөз ивритше, латынша сөздер жүр да. Жоқ, мен саған айтып отырмын ғой енді. Құран араб тілінде таза. Енді сен оны өзіңнің Таза араб тілінде емес екен ғой енді. Сират деген, страта деген латынның сөзінен екен. Ағылшындар оны стрит дейді, стрит, көше дейді. аударып тұрсың. Ал латында ол көше дегенді білдіреді. Қара. Негізі Құдай страта дегенді түсінбей сират деген ғой. Сол халықтары енді халықпен келеді да, сол ықпал Аллаға да ықпал тиіп кетеді да. Алла этимологиясы латыннан алынған сөзді Құранға қосады да, оның вечный ілімі деп ше. Ну күлкілі ғой енді. Қарашы, ақылдай, TikTok-тың негізін қалаған кім? Қытайлар ма? Иә? Оны Қытай тілінен аударғанда не мағына береді? Мәні жоқ ондай. Енді араб тілінен аударайық онда. Онда мен айтамын, араб тілді екен ғой, TikTok деген Қытайлар оттай береді, арабтар шығарған сияқты. Өйткені оның мағынасы TikTok. Араб тілінен ақмақ, еще ақмақ деген. Ну, оттағың келсе оттай бер, просто ешкім сені серьезно не принимает. Сен айтып отырсың, бұл жерде негізі Қытайлар шығады. Мен мойындаймын оны Қытайлар. Бірақ Қытай тілінде TikTok деген сөз жоқ, араб тілінде бар ғой. Онда ақмақ, еще ақмақ деген мағына береді деймін да. Мен саған. Сен сол сияқты айтып тұрсың да. Оның мазмұны, мен саған как раз таки буквально айтып тұрмын. Оның мағынасы жоқ деп. Оның мағынасын сен сияқты сенің логикаңа салып, ол Қытайдікі ғой десе, онда сен не қылып отырсың, лицемерие танытып деп отырмын саған. Сен потому что білесің ба, TikTok-тың басшылығы Қытайлық коммунистік компартиямен байланысты. Ал коммунистік компартия ана Қытайлық мұсылмандардың жағдайын қалай қылып жатқанын білесің. Лицемер. Қашан шығасың TikTok-тан? Менің шаруам жоқ Қытайдың саясатында. Мұсылмандарда шаруаң жоқ, е? Қара, оның айналысатын өздерінің адамдары бар. Қазақстан келсе ма? Мына жерде жазып қойыпты. TikTok Қытай тілінде не дейді? Тербеліс қозғалыс деген мағынаны білдіреді. Міне көрдің бе, тербеліс қозғалыс. Ал араб тілінен ақмақ, еще ақмақ деген. Енді сен маған айтасың, Құранды дейсің, араб тілінде түсіріп дейсің да, бірақ ивритше, қазақша аударған мынандай мағына. Сен оны ол тілінде аударма, оригинал тілінде аудар тек болды. Оригинал тілі ивритше ғой енді. Ивритше емес ол. Ол негізгі араб тілі. Сират деген арабтың сөзі ма? Арабтың бәрі арабтың сөзі, Құранда хадисте келген. Бәрі арабтың сөзі. Сендердің әлемде ол, сендердің әлемде ол арабтың сөзі. Бүкіл бірақ басқа дені дұрыс әлемде ол как бы мойындалады. Мәдени ықпал, динамикалық құбылыс,
кіммен көрші болсаң соның тілінде сөйлейсің, сөз аласың, сөз беріледі, Иә. ол болып тұрады. Бірақ өзгермейді. Сол ықпалға сенің құдайың да түсіп қалғанда. Ну почему-то сен маған мектеп арабтың сөзі ғой, ахаха деп прикол ұстайсың да. Құдайға прикол ұстамайсың сол ықпалға, құдай бола тұрып түсіп қалған. Құдай басымен түсіп қалғанда сол приколға. Қарашы, сен енді өзгертпейсің, мектеп дедің ба, мектеп болып қалсын ол. Сен Мен өзгертіп жатқам жоқ қой. Жоқ, енді сен мектеп деген шығатын жер, болмаса мектеп деген саунахана деп аудармайсың ғой оны. Мен өйтіп аударып жатқан жоқпын ғой. Болды, енді қара жаңа сират, ол көпір болды, сират көпір ретінде қалады ол. Араб тілінен. Сен ивритше аударасың ба, қазақша аударасың ба? 210 Жақсы, қара. Қазақта жәшік деген сөз бар. Мұнда ғана ол негізі ящик болып орыс тілінен келді. Оның этимологиясы туралы білмейміз, бірақ бізге жәшік ящиктен келді. Потому что я деген бізде ж болды. Мир Яқуб дейді, олар біз Мір Жақып дейміз. Сол сияқты өзіміздің тілдің стиліне қарай жәшік деп аудардық. Бұл кімнің сөзі? Орыстың сөзі ме, қазақтың сөзі ме? Мір Жақып болса, арабтың сөзі Жақып деген. Жоқ, ящик, жәшік. Мен білмеймін ящикті. Кімдікі екенін. Мен саған айтып отырмын ғой, енді орыстан келген, оны біз өзіміздің тілге алып жәшік дедік. Енді ол кімнің сөзі жәшік деген? Білмеймін, орыс тілінде сөз деп айта алмаймын, өйткені орыс тілінде. Короче, орыстікі деп айтсаң, қадалып қалатыныңды біліп, жауап бермеймін деп отырсың ғой, иә? Иә, жауап бермеймін, дұрыс. Өте дұрыс. Ұсталып қалам ғой, жауап берсем де жейші. Жоқ, мен ұсталатын жерде айтамын, мен білмейтін жерде ұсталам, білмейін деп айтамын мен саған нақты. Білетін жерде, мен саған айтып отырмын. Сират, жаханнам, ол Аллах қалады солай, араб тілінде деп. Болды, қалады сол араб тілі. Сендер енді одан әлегіз деп. Ол тілді айтып отырғам жоқ саған. Гехиномның сөз қайдан шыққанын айтып отырмын. Оны символизм ретінде олар гехином, гиена деп айтатын болған. Огненная, гиена огненная. Олар символизм жасаған. Оны Құранды жазған автор түсінбеген. Ол жаханнам деп ана жақты, басқа жақты айтып жүр. Прикинь? Әңгімені бұр жібердің сен. Мен саған айтамын. Бұр жіберген жоқпын. Нақты саған. Буквально. Ол кімдер, яхудилер, христианиндер, оны білет мағынасын. Оны сол үшін символизм дейді. Потому что оларға болады. Ол Құдайдың тікелей сөзі емес олардың Библиясы. Құранда автор гехином дегенді түсінбей, оны символизм екенін түсінбей, жаханнам деп жүрді. Жаханнам деген ойбай от деп. Ол символизм ретінде емес ол. 2 миллиард мұсылман үшін Құран өзгермейтін қасиетті кітап. Оны қалай аударсаңдар, олай аударыңдар, қалай түсінсең олай. Сондықтан біздерде сәләфтің түсінігі бар. Сахабалардың түсінігі. Сендер сәләфтар, где-то сәләфтар, тоқта, сәләфтар ары кетсе 200 мыңға жетесіңдер ме, жетпейсіңдер ме білмеймін, даже жетпейсіңдер ау. Сендер сөйтіп өздерің әдетте жоққа шығарып жүрген адамдарды сен 2 миллиард мұсылман деп керек кезінде көбейтіп аласыңдар да, керек емес кезінде азайтып бәрін діннен шығарып дәледей боласыңдар. Ардақ қара, бұл жерде мұсылман жалпы айтылып жатыр. Бұл жерде не бөліп тармақты айтып отқан жоқпын. Мен бір пікірді айтып жатырмын. Құран өзгермейтін кітап па десең, бәрі айтады, иә дейді. Мұсылман қай-қайсы Матруди болсын, Сопы болсын, дұрыс па, сол мағынада айтып жатырмын мен мұсылман деп. Өзгермейтін кітап ол. Пайғамбар Мұхаммад па десең, 2 миллиарды да айтады, иә, Мұхаммад. Сондай мақсатта айтып жатырмын мен саған 2 миллиард мұсылман деп. Мен өзім жеке басымда айтып жатқан жоқпын бұл жерде. Бөлінбейтін нәрселерді айтып жатырмын мен саған. Дұрыс па? Жақсы. Қай Құран өзгермеді? Қалай қай Құран? Ешқандай Құран өзгерген жоқ. Варыштың Құраны ма, Хафстың Құраны ма? Қайсының Құраны өзгерген жоқ деп сенесіңдер? Ешқандай Құран өзгерген жоқ. Қаншама Құранның 20-дан аса түрін ана бір христианский апологеттер ақшта видео түсірген тіпті. Әр түрлі Құранды алып келіп, олардың ішінен 90 мың различие табады. Қайсысы өзгермеді деп жүрсіңдер, айтшы? Ол кәфірлер, атеистер, олар былық іздей береді, олар ешқашан табылмайды. Ол іздеу емес, өздеріңде табылып тұр. Ізденіп келеді да, қадалатын жері ақылды болса, кішкене
ақылдар болса исламға тауып қалады кетіп. Ислам қабылдай. Ақымақтар аз енді ол ғалымдардың ішінде. Өліп кететіндері. Мысалға қара, араб тілінде жинақты жазып кеткен бір ғалым бар. Үлкен ғалым. Сол кәфір болып өлді ең соңында. Бірақ мұсылмандарға сондай бір керемет істеп кетті. Араб тілін. Ойытып араб тілін. Жоқ, кітапханадан барып, Құрандардың түрі бар екенін көріп, соны алып, кітапханадан сатып алып, достып алып, көшеге де шығарғанда, сол кезде исламның апологеттері Мұхаммад Хиджаб деген қашқан ғой. Естілмей қалдың. Христианский апологеттерден ше, что там Құрандарыңның қанша түрі бар деп келгенде. Не слушайте его, он лицемер, не слушайте деген видеосы бар тіпті. Естілмей қалдың. Кімге жіберіп едім мен соны? Қазір кімге жібергенімді тауып алайыншы. Так, кімге жібердім? Мынандай кітап бар. Маклаудқа жібердім ғой деймін. Араб тілінен кемшілік, Құраннан кемшілік табамын деп талқылап шығады ана Құранның бәрін. Қойшы, кемшілік табады бір бәле. Мантра қылып қайталай бермеші өтініш. Мантра қылып қайталай бермеші болмайтын нәрселер. Мұсылманның Мен сендерге талай айтып жүрмін ғой осы. Ойда жүрген нәрсені анау жазады да тастап кетеді ғой мұсылмандарға. Жақсы, кемшілік дедің ба? Не нәрсені кемшілік деп танисың, айтшы? Противоречие кемшілік па сен үшін? Жоқ. Противоречие болса Құранда ол кемшілік емес па? Жоқ. Конечно, енді сен осылай анық идентификациясын айтпасаң, өзің айтып отырған сөздердің, біз тауып бере алмайсың ғой онда. Біреуге айтады да, мысалға біреу доп алып кеш дейді. Ана доп алып келсе, мен ақ доп деп айтқан жоқпын саған дейді. Қандай доп екенін айтсайшы десе, айтпаймын дейді. Бір түрлісіңдер да? Қалай бір түрлісің? Сенің ақылың жетпесе енді бір түрлі боламыз ғой. Еще бері ақылым жетпейді. Сен условия айтпайсың, тауып берейін десе. Иә. Почему-то мен ақылым жетпей ба? Мысалға, Юсуф деген пайғамбар бар ғой, Құранда жазылып тұр. Ойбай, бірдеше дирхамға сатылып кетіпті деп жазады. Ол заманда дирхам жоқ. Анық енді не емес па? Автохтондыққа жатпайды ғой мынау. Солай ма? Жатпайды ғой енді, қателік қой енді үшін. Мен қазір бүйтіп айтамын. Кімнің Жәңгір ханның уақытында бір қолды теңгеге сатып алған екен деймін. Мысалға. Жоқ, теңге баяғыдан бар ол, өтірік айтпа. Жәңгір ханның заманында $200 арба сатып алыпты деп айтасың ба сен мысалға? Иә. Жәңгір ханның уақытында доллар болды ғой. Молодец. Болған жоқ па не? Енді доллардың не қажеті бар жерде? Енді сол уақыттағы өлшеу мөлшері бар емес па қазіргімен? Соны айтып жатырмын. Жәңгір ханның тұсында $200 арба сатып алған екен. Иә, айтылады. Неге айтылмайды? Өлшеу бабында. Жақсы. Онда ертедегі адамдарды айтайықшы онда. Күлтегін $200, давай 200 емес, $500 жол жүріпті. Сол жол жүргендегі шығыны $500 болса. $500 деп айтасың ба? Айтылады, неге айтылмайды? $500 екен. Сен ол кездегі валютаның құнын даже білмейсің да. Қазіргі доллармен салыстыру үшін, түсіндіруің үшін қазіргі халықтарға. Сен ол жердегі құны қазіргі құнымен қанша екенін білмейсің да. Үйше келесінде сол долларды, жоқ, ол кезде жоқ долларды айтып тұрасың да Құраныңда. Дирхам деп ше. Енді мен саған мынандай нәрсені айтайын. Мен кім 1000 жылқысы болған дейді. 1000 жылқысы. Енді мен 1000 жылқының бір қазақтың 1000 жылқысы болған дейді. Жылқы деген нақты суммасы бар, қай заманда болса да оны есептеуге болатын жылқы бар да ол.
Мәне. Қазірде жылқының құны бар. Ал ол кезде ақшаны ғана айтып тұр. Жылқы бір бәленің құны деп айтып тұрған жоқ. Өтірікті Ондай қоспау. өлшеммен әкеліп тұрып айтады, түсініп тұрсың ба сен? Дирхамды ма? Бірнеше дирхамға сатып жүр Дирхам болсын, доллар болсын, соны өлшеп келіп тұрып айтады ғалымдар оны. Сен оны ойлана алмайсың, түсініп тұрсың ба? Неге ол олай айтты деген түсінік келмейді саған. Сен Мысалы, денежный единицаны, оның құны бар, затпен салыстырып тұрсың да. Қара, жолдың да өзінің мөлшері бар. Жылқымен келген кезде бір аптада келген дейді, ал машинамен келсең, ол жолмен 3 күн, 4 күн жүресің. Ол қалай жылқымен бір аптада келеді деген сөз мағынада. Вообще қисық мысал. Қара, мысалға, Қандыағашта қырғын болатын кезде, орыстар істейтін кезде, ар жақтан батырлар келген оңтүстіктен. Олар бір-ақ аптада келген, бір айлық жолды. Қалай олар? Себебі ол жол қазірде бар да, сол замандан бері километрлер ауысып кеткен жоқ. Енді сенікі денежный эквивалентте айтылған, мысал, Құранда тұр да ол, Алланың сөзі да ол. Мен қазір батыстан шығам да, Төпектен шығам, Ақтаудан шығам да, неге 3,5 даже 4 күнде барам Алматыға. Машинамен, көлікпен. Ал олар келеді да, мына жаққа бір аптада келеді жылқымен. Ал сол жолмен жылқымен жүрсең, жылқының жүрісімен бір ай екен. Ол қалай бір аптада келген, тарихта бар ондай нәрсе. Ақылға қонымсыз, ата-бабамыз қалай келген деген мағына. Сен мен түсінбей жатсың ба, әдейі түсінбей жатсың ба, сондайсың. Қара, ол төте жолмен жапқан ата-бабамыз. Ал қазіргі көлік, ол айналым жол. Екі бөлек па? Екеуі бұрында да болған, қазірде бар ғой. Төте жолмен айналым жол. Ал денежный эквивалент жоқ. Неге жоқ? Қайда, дирхам қайда? Дирхам деген қашанда болған. Да? Давай загуглим. Динар, дирхам. Мысыр. Дирхам. Как историческая серебряная монета, дирхам появился в конце 7 века, в период правления амиятского халифа Абд аль-Малика. Амиаттық халиф, ол исламнан кейін емес пе еді? Египеттіктер қандай ақшамен жүрді? Құран қашан жазылған? Что-то авторлар кейін жазған. Египеттер болды ғой, египеттандықтар. Дирхам кейін пайда болды деп отыр ғой. Болай берсін, сол уақытпен есептеледі деймін. Дирхам сол уақыт. Осы жерден ұсталып қалған ғой негізі. Ана үтіктемей, бірдеңе қоспай айтса, дирхам исламнан кейін пайда болады да. Демек, Құран ислам келіп, неден кейін барып жазылған, пайда болған. Амияттардың заманынан кейін жазылған ғой. Құран. Мен саған мынаны айтайын. Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Ана жерде дирхам деп тұр. Енді динарды айтайық. Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям хиджама алдыртқан кезде бір адамға, ол по-моему біздің заманымыздан бұрынғы 1-ші ғасыр. Ақша береді, динар береді. Соны кавазор. Жоқ, ол вообще. Первый исторический динар появился в конце 7 века, около 695 году, в арабском халифате. Енді қара, дирхам деген драхма деген сөзден екенін білесің ғой? Ой, не сөз, ана сөзден керек емес қой, сол миыңды қатыр. Білмейтін нәрсені істейсің. Мен саған жаңа просто нәрсені айтып тұрмын да. Болмайтын нәрсені миыңды қатыр. Драхма когда появился дедім? Древнегреческая драхма появилась в 7 веке до нашей эры. Теңге деген бар ма? Теңге қашан пайда болды, соны айтшы маған. Жазшы. Теңге, по-моему, біздің заманымызға тан кейін где-то 4-5 ғасырларда упоминация еткен. Енді мен саған қазір айтамын. Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям хиджаманы алдыртқан 38.500 теңгеге берген екен хиджама алатын адамға деймін. Сол кезде сен айтасың, сол уақытта теңге болды ма не дейсің? Болды ма, болған жоқ па ол кезде? Теңге конкретно болған. Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям 4-ші ғасырда пайда болған ғой теңге. Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям уақытында болды ма не? Конечно, 4-ші ғасыр деп тұрмын ғой, сен ғасырды не демайсың ба? Мен саған Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллямның уақытындағыны айтып отырмын. Ол Мұхаммеддің 7-ші ғасырда.
Қолданған ба деймін, қолданыстан болған ба деймін. Вот именно қолданбайды ол, өйткені өйтіп айтуға болмайды, өйткені Құранда тура сондай нәрсе тұр да. Қателік қой яғни. Өзімнің тілімде мысалы маған айтады, бір ғалым айтады, осыны дерхан дейді. Сосын мен сұраймын одан, теңгемен қанша дейін? Ол көбейтіп берсе, мен енді динар ма дирхам ба айыра алмай, теңгемен осындай теңге берген деп айтып жүрсем, сен айтасың ба? Юсуфтың заманындағы валюта құнын ешкім білмеген. Ол заманда мысалға бірнеше дирхам деген, ол көп па аз ба білмейді ешкім. Даже керек болса бар ғой, ана үңгірдегі болатын оқиға бар ғой. Үңгірдегі. Олар ақшасынан танып қалған, 3 ғасыр өтіп кеткен. Мен эфирде отырмын ғой енді. Өлтірсейші өзің шығынды. Ақшасынан танып қалған Хира деген үңгір, не бар? Кахф деген сүре бар. Сода келеді, адамдар ақшасынан танып қалады оны. 3 ғасыр бұрын. Олар 3 ғасыр ұйықтаған үңгірде. Білесің ба соны? 3 ғасыр ұйықтаған, сол тірілген, соған сенесіңдер сендер? Әлбетте, неге сенбеймін? Сен де тірілесің ертең қияметте иншалла. Сен қанша ғасыр өтіп кеткен білмейсің, ұйықтаған өлгеннен кейін. Қойшы, осына миллиондаған. Анау крионика ма? Крионика деген ұйқы бар еді ғой. Сондай ұйқы болып тұр ғой. Сен де қазір мысалы ұйықтаған кезде шаршап ұйықтайтын болсаң, неше сағат өтіп кеткен білмейсің, будильникке қоймайыншы мысалы. Ары кеткенде бір тәулік ұйықтайсың максимум. Енді оны Аллах ұйықтатып тұр ғой солай. 3 ғасыр. Еще ол жерде бальзамирование бір бәле жоқ та, ол жерде бактерия бар, басқа бар. Қалай ол 3 ғасырда жата береді? Тірі болады еще. Қойшы болсын. Сенің ата-бабаң қанша ғасыр жатыр жердің астында? Олар енді сүйегі қурап кетті ғой. Енді ертең қияметте тіріледі олар. Жоқ, осы сендер неге битпейсіңдер? Неге бәрін исламға кіргізіп жібермейсіңдер, ақиқат екенін дәлелдеп? Мысалға, пайғамбар айтқанда, ойбай, пайғамбарлардың денесін жер жұтпайды дейді. Жер жұтады, бірақ анандай разлагаться етпейді дейді да. Жер жемейді деп келеді. Қараханда тиісе салмайды. Демек, олар шірмейді, қалай жерленді солай жатады. Сосын мен ойланып көрдім да, қазір жердің астында жатқан объектілерді оны осквернять етпей-ақ, қорламай-ақ, оны қазып алмай-ақ, просто үстінен мынандай аппаратты түсіріп, жердің астындағы фигураларды көруге болады. Егер ол разлагаться етсе, ол фигурасы сразу көрініп тұрады. Ал разлагаться етпесе, ол да көрініп тұрады да. Неге сөйтіп исламға бәрін бірдей көзін жеткізе салмайсыңдар? Бұл мұғжиза ғой негізі пайғамбарларға берілетін. Білесің бе? Біз асығамыз, бірақ Аллах асып қойды. Аллахтың планы бөлек мүлдем. Түсініпсің бе? Жоқ, мұсылмандар қарсы шығасыңдар ғой, сол давайте тексеріп көрейік десек. Жоққа шығып қала ма деп ше. Сендерге ақиқат деген нәрсе керек емес екенін біліп тұрмыз да. Просто сендер бір үйшікке кіріп алғансыңдар да, мен сендерге айтамыз, үйшіктен шықсаңдаршы, көрсеңдерші әлемді. Исламның, арабтың призмасымен қарай бермей, әлемді қазақтың көзқарасымен шектеусіз, шексіз танып білуге болады ғой вест. Мен егер атеистің, тәңіршіл, қазақтың, тәңіршіл, атеист, қайсысы бар, соның көзқарасымен қарайтын болсам, мен жоңғар сияқты жойылып кетем, қалмақ сияқты қалып кетем. Болмаса, жаңағыдай азып кетем. Не дейтін? Сол дінге бола, өзіңмен көршілес, туыстас, құдандас, құдалас, тайпа ғой ол да, білесің ба сен оны? Сен жау көріп апсың ғой соларды. Ол саясатта, мысалға, 50-60 жылдары Иран мен ақш жап-жақсы дос болған. Ол саяси не да ол? Алмасып тұратын. Саяси процесста ол. Кейін 79-да ислам революциясы орнап, сол сақшылар корпусы орнатты. Елді Хомейни деген басқара бастады. Франциядан келіп ше. Сөйтіп исламға кіргізе бастады. Сөйтті де батыс жұртымен
үзіп тастады бүкіл жаңағы договоренность, гарантий, құжаттар, активтер, сөйтті бәрі оған Иранға санкция салып тастады. Сол үшін. Потому что ағылшынның да, француздың да, еуропалық елдердің де, ақштың да бизнесі былай көп болған. Сол бизнесін тартып алды, сол үшін оларға санкция салып тастаған. Көрдің бе? Енді қазір меморандумға қол қойды да қайттан бұзылып жатыр енді қазірше. Бірақ Иранмен алдағы уақыттарда ақш дос кәдімгі тату өмір сүретін болса, бұл бір замандарда дос болып, бір замандарда жау болып сөйтіп жүрген еді да. Енді сен тура осы мысалда ана жоңғарларды, қалмақтарды неге көре алмайсың? Олар адам, олардың өзінің жаңағы этностық сипаты, қасиеті бар халықтар еді ғой. Бізбен көрші болған, құдандас болған, саяси тұрғыда олар бізбен қырылысты. 200 жыл бойында біз олармен жауластық. Потому что оларға астынан дем беріп, арғы жақтан Қытай, бергі жақтан біз оларды қырдық. Бірақ негізінен қазақтар емес, негізі оларды әлсіреткен күштер Қытай жақтағы күштер еді. Бірақ соларды сен қазір келіп, ой мен жоңғар болып кетем, қалмақ болып кетем деген не сөз? Ол араптан жақын ғой саған, білесің ба? Түркі халықтары ғой. Қара енді. Түркі халықтар бола берсін. Сол жоңғар қалмақтардың, кстати, сол жоңғар қалмақтардың бір нәрсе айта кетейінші. Талай қыздары, әйелдерімен құдандас болып алған біздің ата-бабамыз. Соларды если там биологически қарап қанын, генін тексеріп көрсек, олардың біздің қазақпыз деп жүргендердің қанында қалмақ жоңғарларда бар да ол. Сенде бар, анық ол. Сенде бар, көрініп тұр. Аллаға шүкір, менде жоқ ол. Қара. Сенің қаныңда парсы болуы мүмкін, ноғай болуы мүмкін. Онда тұрған не бар? Менің қанымда татар бар. Араб. Вот араб бар екен, татар бар екен, қазақ бар екен. Болды ғой енді. Менде бар. Моңғол мен қалмақтан Аллах сақтасын. Жоңғар. Сонда сен бір халықтарды қаны үшін жек көресің, жаңағы айтпақшы, өзің айтпақшы, моласына барып сүйіп кетесің ба? Мен ол үшін емес, қара. Мен жаңа сен айттың ғой, үңгірден шығып, жан жаққа қарасыңдаршы деп. Мен егер жоңғарлардікімен қарайтын болсам, тәңіршіл, қалмақтардікімен қарайтын болсам, мен де азып кетем. Қазақ азып кетеді, қазақ ұлты жойылып кетеді ол кезде. Енді қара, Иран шиит ел ғой, біздер үшін кәфір ғой, исламда ол кәфір деп жасады, өздері мұсылман санайды, бірақ сен жаңа ғана 2 миллиардпыз деп соларды да қосып жібергенсің. Енді кәфір бір бәле демей ақ қойшы. Керек кезінде қосасың, керек емес кезінде алып тастайсың. Мен оны қосқан жоқпын, қумаш. Олар 100 мыңнан асады, білесің ба? 100 миллионнан. 100 миллионнан асатын жа, мен шаруам жоқ ода. Олар мұсылман емес, негізі основасы. Қара, Түркменстанда сосын қай елде еді? Алиев басқаратын. Сол елде де Әзірбайжанда да шииттер өте көп. Почти жартысы ғой дейміз. Жаста жетер жетпес па? Көре салайшы қазір. Көре салайшы. Сколько шиитов в Азербайджане? Ой, құрсын бір 2,5-3 миллион ғой. 6-7 миллион мұсылман шиит екен. Они составляют примерно 70-85% от всего населения страны, исповедующего ислам. Азербайжанда шииттер екен ғой. Олар да не емес па, мұсылман емес па сенің ойыңша? Егер жаңағындай шииттің негізін ұстанатын болса, олар мұсылмандар емес. Шииттің негізін ұстанатын болса. Енді негізі дегендерге кетіп қалдың. Өйткені пайғамбарға лағнет айтады. Лағнет айтпайды, айтатын бір кішігірім ағымдары бар өздерінің. Олар Абу Бәкірге, олар Омарға лағнет айтады. Неге? Себебі Омар пайғамбар қайтыс болар алдында сендерді бөліп жармайтын бір не айтам дейді, өсиет айтам дейді. Сол кезде бізде Құран бар, Құран бізге жеткілікті деп айтады.
пайғамбардың, ойлаш, пайғамбардың соңғы сөзін, жаңағы өсиетін жазғызбай қояды. Ойлаш. Олардың енді обоснованно ғой, олар пайғамбарды неге соңына дейін тыңдамады деген әңгіме ғой. Олар сондықтан негізгі шииттер кәфірлер. Егер Аллахқа тіл тигізбейді, олар Жәбірилге тіл тигізетіндер бар, пайғамбарға тіл тигізетіндер, сахабаларға тіл тигізетіндер, Айша анамызға тіл тигізетіндер бар. Олардың да пайғамбары Мұхаммед, ол Мұхаммедке қалай тіл тигізеді, олар ойлансаш кішкене сенде. Анда-санда бір айта бересің бер. Тигізет, олар айтады, енді видео айтады. Пайғамбарымыз Мұхаммад дейді, бірақ негізгісі Әли болу керек дейді. Жәбірил қателесіп кетті дейді. Жоқ. Пайғамбардан кейін билікте болатын Әли болу керек еді дейді. Билікте болатын пайғамбар болатын деп айтпайды.